Камелханова Гүлжан Талдурған қаласындағы нөмірі 27 мектеп гимназиясының қазақ және орыс тілі пәндерінің мұғалімі. Саладағы еңбек өтілі 32 жыл. Ол Өскемен педагогикалық институтының түлегі. Алғаш еңбек жолын Шығыс Қазақстан облысындағы нөмірі 1 Күршім орта мектебінде бастаған. Кейін Глубокая мектеп гимназиясында қазақ тілі мен әдебиеті және орыс тілі пәндерінен дәріс бере жүріп, ісіне тиянақты, жұмысына ұқыпты маман, білімін жетілдіру мақсатында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін тәмамдап шығады. Көп ізденіс пен қажырлы еңбектің арқасында қатардағы ұстаздықтан директорлыққа дейін жетті. Атап айтар болсақ, 2011-2013 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Прапорщиково орта мектебінде оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары. 2013 жылы Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігінің ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша арнаулы өкілі. 2013-2016 жылдары Көкшетау қаласындағы нөмірі 14 мектеп балабақшасының директоры. 2016 жылы Алматы қаласы Достар халықаралық мектеп лицейі директорының орынбасары. Республиканың қай түкпірінде жүрсе де жүктелген қызметті жауапкершілікпен атқара білген Гүлжан Камелханқызы біліктілік санаты бойынша қазір педагог зерттеуші. Тіс дәрігері. Жақсы, екінші топ. Келісесіңдер ме? Согласны? Иә. Тіс дәрігері. Сонымен біздің тақырыбымыздың аты тіс дәрігері болады, иә? Жақсы. Енді кітаптарыңды аша қойыңдар. Кітаптарыңды ашыңдар. Кітаптарыңның 5-ші бетін, 85-ші бетін ашыңдар. Ең басындағы мына сөздерден бастап оқимыз. Илья бастап оқи қой. Илья оқи қой. Емханада жұмыс істейді. Қалай аударылады? Емханада жұмыс істейді. Емханада жұмыс істейді. Көмектесіңдер топтарын. Көмектесіңдер. Емханада жұмыс істейді. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл мамандыққа келуіне бірден бір себептер әкесі Камелхан болды. Ол 1960-1967 жылдары Шығыс Қазақстан облысындағы Маралиха орта мектебінде физика мен сызу пәндерінен сабақ берген ұлағатты ұстаз. Сабырлы еңбекқор жан әрқашан тәрбие мен білімді бірінші орынға қойды. Қызының жол бастаушысы да, ақылшысы да сол. Табандылық пен төзімділікті, еңбекқорлық пен ізденімпаздықты да сол әкенің ісі мен сөзінен үйренді. Алтынсарин жақсы мұғалім мектептің жүрегі дейді. Гүлжан Камелханқызы үшін әкесі мектептің ғана емес, бүтін ауылдың жүрегіне айнала білді. Себебі ол еңбектің адамы. Ауыл балаларына трактордың қыр-сырын оқытып, үйретіп, каникул кездерінде 10-шы сынып оқушыларынан бригада құрып, совхоздың жем шөбін даярлап, егінін жинап, елге қол ұшын беріп отырды. Күндіз бала оқытып, түнде механизаторлармен бірге қара жұмысқа да араласып кете беретін. Инженер болды, партия ұйымын басқарды, совхоз директоры болды, кәсіптік лицейді басқарды. Айналасына сыйлы, өңірге қадірлі жан өзінің осы жүріп өткен өмір жолы туралы келмейді-ау қайта сол бір кез атты кітап жазды. Қазір зейнетте 84 жастан асқан қария әлі де білімнен қол үзген жоқ. Немерелерінің оқуын қадағалап, сабақ оқытып отырады. Алма ағашынан алысқа түспейді. Атаның тәлімін көріп өскен ол ұрпақ та ертең ұстаздық жолға түсіп, бала оқытуы да бек мүмкін.